Сәбит Мұқановтың «Аққан жұлдыз» бірінші кітабынан үзінді. Оқыған Совет Сұлу. Марал Ишанның үлкен баласы Қалқа Ишан Шыңғыстың үйінде жатыр еді. Сол мекеніне жасырын келіп, Шыңғыстың үйінде қонақтап жатқан Қалқа Ишанға: «Әулие, сіз қойып беріңіз нәрестенің атын», деп өтінді уәлі тұқымдары. Зейнеп ұл тапқаннан кейін күллі ислам дүниесінің, олардың ішінде Бағдатта 25 жыл оқып, 12 пәнді тәмам ғып келіпті дейтін Қалқайдың сенімінде бүкіл ислам тарихындағы ең зор ғазауатшы Мұхаммед пайғамбардың әрі қызы Фатиманы алған күйеуі, әрі әскерінің бас қолбасшысы Хазіреті Ғали, оның 3 қатынынан 18 ұлы болған, бәрі де батыр болған. Солардың ішіндегі ең батыры Мұхаммед Ханафия дейтін ұлы екен. Әкесіне еріп ғазауат соғысын сол жүргізген деседі. Болашақта Мұхаммед Ханафиясы болар ма екен деген тілекпен Қалқа Ишан Зейнептен туған ұлдың атын Мұхаммед Ханафия қойды. Былайда шолжын Зейнептің бұл есімге тілі келмей, сәбиін Қанаш деп кетті. Былай жұрт Шоқан деп кетті. 19 ғасырдың басында Бөкей ордасы аталған өлкеде қазіргі Батыс Қазақстан хандық құрған Жәңгір Бөкеевті сол кездің сол маңайдағы ақыны Алаша аталатын рудан шыққан Байтоқ жырау. 1 жасына келгенде тілі шықты кәлеммен, 2 жасқа келгенде қолына қағаз алды қаламмен деп көтермелейді. Сол айтқандай Шоқан да 1 жасынан сөйлеп кетті деген әңгіме бар. Төре тұқымында баланы тілі шыққанша бесікке бөлейтін әдет болған. Зейнеп сол әдетті Қанашына да қолданған. Бұл жайда ел арасында мынадай қызық әңгіме бар. Bir сәтте Зейнеп бесіктегі Қанашын қонақ үйде емізіп отырады да, бала ұйықтап қалғасын тысқа шығып кетеді. Іле ол үйге қонақтар келіп түседі де, асығыспыз деген соң мал сойылмай сүр асылады. Тез піскен тамақ қонақтардың алдына келіп, табақты айнала отырған олар етті жеуге кіріседі. Сонда бесіктегі Шоқан оянып, таншығының бір қолын шығарады да, бесіктің жабуын шетінен түріп: «Әу, қонақтар, мен аш қалмаймын» дейді. Дауысқа жалт қараған қонақтар көздерін бесікке тіксе, бөлеулі бала: «Рас айтам, еттен маған да беріңдер» депті. Сонда біреулер: «Алла, мына не сұмдық» деп үрлене бастады.